Ертеде әдемі үлкен алма ағашы болыпты. Бір кішкентай бала сол алма ағаштың көлеңкесінде үнемі келіп, ойнағанды жақсы көретін. Ағаштың ең басына шығып, нәрлі жемісін жеп, көлеңкесінде ұйықтайтын еді. Ағашы жақсы көретіні анық еді. Ағашта баланы жақсы көретін. Уақыт өте, бала ер жетіп, ағаштың көлеңкесінде ойнамайтын болды. Бір күні келеді, бірақ көңіл күйі жоқ болады. Менімен ойнашы, деп сұрайды ағаш. Ағаштың көлеңкесінде ойнайтын кішкентай бала емеспін енді. Жауап береді жігіт. Қазір менде басқа заттар қызықтырады, бірақ оларды сатып алуым үшін ақшам жоқ. Қап, менде де ақша жоқ. Бірақ сен барлық алмаларымды жинап алып, оларды сатсаң, ақша жасай аласың. Жігіт қуанып, ағаштың барлық жемісін жинап алады да, қуанып, сол жерді тәрк етеді. Қайтып ол жерге оралмады. Ағаш көңілсіз болады. Бір кезде ол қайтып келеді. Кешегі жігіт енді ер болады. Ағаш оны көріп қатты қуанады. Менімен ойнашы, деп сұранады ағаш. Ойынға ешқандай уақытым жоқ. Жұмыс істеуім керек. Бала шағамды асырауым керек. Үй керек, жай керек. Көмектесе аласың ба? Қап, кешір. Менің үйім жоқ. Бірақ менің бұтақтарымды кесіп, солардан үй жасауыңа болады ғой. Адам қуана келіседі де, ағаштың бұтақтарын кесіп алады. Адамның қуанғанын көріп, ағаш та қуанады. Содан адам ұзақ уақыт көрінбей кетеді. Көп жылдардан соң адам қайтадан ағаштың алдына келеді. Балам, кешір, саған беретін еш нәрсем қалмады. Алма да жоқ. Керегі де жоқ. Алма жейтін тісімде қалмады. Үстіме шығарып ойнатайын десе, бұтақтарым да жоқ. Ойын үшін тым кәрімін, деді адам. Саған ешбір нәрсемен пайдалы бола алмайтынын мені қатты мұңайтады. Барым кәрі, өліп бара жатқан тамырларым ғана, деді ағаш, көзге жас алып. Маған көп нәрсенің керегі жоқ. Демалатын бір орын болса болғаны. Өткен жылдар шаршатыпты. Кәрі ағаштың тамырлары демалу үшін жақсы жер. Жантайып демала ғой, деді ағаш қуанып. Кәрі адам ағаштың түбіне отырып, жанына тыныштық тапқандай болды. Ағаш болса адамның бақытын көріп қуанады. Ағаш біздің бақытымыз үшін бәрін беруге даяр ата-анамыз.